Баршаңызға сәлем, есімім Ұлдан Нұркелді қызым. Сіздерге осы видеоны саламын деп жүргелі біраз болды. Енді уақытым болмай кетті. Жұмысымды бірінші орынға қойып, кішкене жұмысымды реттеп алайын деген ниетпен көп ютубқа видео сала алмадым. Негізі жоспарымда көп тақырыптар бар, енді айтқым келетін тақырыптар көп. Соның бірі антибиотик, себебі біздің Қазақстанда көбінесе антибиотиктер былайша айтқанда без рецепта сатыла береді. Негізі Еуропада кәдімгідей рецепт арқылы ғана босатылатын дәрілердің бірі. Енді бұның неге қауіптілігі бар деген сұраққа келетін болсақ, яғни самолечение. Бірінші, антибиотиктерді самолечение жасағанда қазір антибиотиктің жаңа түрі ойлап табылмағанына біраз жылдар болды. Ол бір дәріні ойлап табу үшін 20 шақты жыл керек. Халық көбінесе сильный антибиотикті ішетін болыпты. Сумамед, сумамоксы болсын, зитмак болсын. Енді мен ол препараттарды жаман демеймін, бірақ ол сильный антибиотиктер. Оны сіз ішкеннен кейін, сіз оған кішкене резистенттілік тууы мүмкін да организмде. Кейінірек балаңызда тіпті болмаса, енді қандай да бір уақыт өткеннен, может 10 жылдан кейін қатты, құдай сақтасын, бірақ пневмония болса, одан да қатты бір инфекционный, қанға көп инфекция түсіп кеткен кездер болатын болса, сильный антибиотик қажет кезде, ол дәрілер әсер етпей тұрса, қандай амал табамыз? Сондықтан алдын алу үшін бұрынғы келе жатқан пенициллин, ампициллиннен бастап емді қабылдаған дұрыс. Енді олар әсер етпейді деген адамдарға айтқым келетінім, ең бірінші организм қабылдаған кезде пенициллиннен, ампициллиннен бастаса, ол әсер етеді. Өзі пенициллин ең бірінші антибиотик, ол 1927-28 жылдар пайда болды ғой. Оны бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды. Бірінші дүниежүзілік соғыста адамдар көбінесе бірін-бірі өлтіріп емес, инфекциядан көбірек қайтыс болған. Екінші дүниежүзілік соғыста құтқарып қалған осы пенициллин. Яғни инфекция түсіп жатыр, қол аяғын кесіп жатыр деген секілді. Ол кезде инфекцияны тарамау үшін пенициллиннің өзі сол қатты іріңдеген ауырған, қанға таралған инфекциялармен күресе алды. Өйткені ол организм ешқандай антибиотик көрмеген ғой. Енді балаңызға ең бірінші пенициллин, ампициллиннен бастасаңыз, ол ешқандай антибиотик көрмеген, әсер етеді. Даже пневмонияның жоғарғы түрі болсын, онымен көбінесе жоғарғы тяжелый түрі болсын, соған да әсер ететін болады. Сондықтан ең бірінші бастаған кезде, ең болмаса жаңағы күштілігі азырақ бұрыннан келе жатқан антибиотиктермен бастаған дұрыс. Екінші, дозаның тек врач анықтайды. Дене салмағына қарай, аурудың тяжестіне қарай, яғни қаншалықты ауыр өтіп жатыр деген секілді сұрақтарға жауап беру арқылы анықтайды. Енді ол қаншалықты маңызды. Мысалы, шекте өтеді ғой, шекке өткеннен қан тамырларға сіңеді, концентрация қанда пайда болады, антибиотиктің. Біздегі инфекцияның, бактерияның концентрациясы мына точкада тұр десек, біз антибиотик қабылдап бастағанда концентрация аздап жоғарылайды. Сіз егер жетпейтін доза болсаңыз, жаңа мына бактерияға әсер етпей, қайтадан концентрацияңыз төмен түсіп кетеді. Ал егер жоғарылай берсе, жоғарылап келіп, екінші күні беруді ұмытып кетсеңіз, ақырын концентрация төмендей береді да, мынау бактерия қайтадан өзінің концентрациясын жоғарылайды, яғни көбейе береді. Сол енді негізі қандай болу керек? Концентрация тұрма, негізі сызып көрсеткен ыңғайлырақ та енді. Бірақ енді мүмкіндігінше бактерия тұрма, сіз антибиотик ішсіз, концентрациясы көбейді, өтті, мынаны баса бастады. Мынау азая бастайды ғой. Екінші күні қайтадан концентрациясы көтеріледі, мынау одан сайын түседі, біз үшінші күні солай. Ал егер сіз үшінші күннен кейін жағдайыңыз негізі жақсара бастайды, үшінші күннен кейін, өйткені бактерияның концентрациясы кәдімгідей төмен түсті ғой. Жақсара бастағаннан адамдар қайтадан тоқтата салады. Ол кезде бактерия ақырын көтеріледі, сөйтіп 1-2 аптадан кейін қайтадан ауруыңыз қайталануы мүмкін. Сондықтан толық курс лечения 5-7 күн толық организмнен ана бактерияны өлтірмейінше, толық жоймайынша қабылдаған дұрыс. Үшінші, пробиотиктер. Организмнің иммунитетінің 80% ішекте, ал біздің ішетін дәріміздің бәрі бірінші ішекке барады. Ол жерде бактерия тұрма, антибиотик, ой, мынау бізге пайдалы ғой, өлтірмей қояйын деп кетіп қалмайды ғой. Оны да өлтіріп кетеді.
пайдалыны да пайдасын да өлтіреді. Ал жаңағы лактобактериум, бифидобактериум азайғаннан кейін жаңадан инфекция организмге түсетін болса, ол күресе алмайды, қайтадан ауырады. Антибиотик ішкеннен кейін міндетті түрде пребиотик қабылдаған дұрыс. Оны ішпесеңіз қайтадан ауру жалғаса береді, не болмаса қайтадан жиі ауыра беретін боласыздар. Сондықтан пробиотикке нелер жатады? Жаңағы біздің линекс, лактобактериум, бифидобактериум бар барлық препараттар. Ферталь, жаңағы қандай тұр, интерожермина, в общем, түрі көп негізі. Өзіңіздің қайсысын берген дұрыс дейсіз, формасы таблетка түрінде, порошок түрінде, капли түрінде, комплинекс деп қазір капли түрінде шықты, балаларға берген дұрыс. Жиі ауыратын балалар, тұмаумен жиі ауыратын, жаңағы пневмония, бронхитпен жиі ауыратын балаларға негізі пребиотикті де берген дұрыс. Жаңағы комплексный витамин бере бергеннен қарағанда, себебі олар организмнің шектегі микрофлораны реттеу арқылы организмнің иммунитетін көтереді. Ол арқылы организм өзі күресе алады. Ендігі ескеретін жайт, бұл сумен көп мөлшерде ішу, таблетканы капсуланы шайнамау, ішін сеппеу, капсуланы ашып тастап сеуіп жататын болады. Капсула не үшін? Ол асқазанда қышқылдыққа төтеп беріп, ана ішекке аман есен өту үшін. Таблетканың сыртында көрінбейтін жаңағы оболочкасы болады. Ол да асқазанда қышқылдық ол жерде өте жоғары. Тұз қышқылы бар ғой. Содан аман есен өтіп ішекке барып, өзіндегі жаңағы дозировка, яғни мысалы 240 миллиграмға сол толық сол ішекке жетсін деген ниетпен жасалынады. Оны сіз шайнап тастап, асқазанда келгеннен ол шайналғаннан кейін дозировка ана жерге Құдай біледі, 240-тың бір 50 жете ме, одан сіздің ауруыңыз жазылмайды. Содан бұл антибиотик маған әсер еткен жоқ деген әңгіме осы жерден де шығуы мүмкін. Сондықтан шайнамаймыз, ешқандай бөлмейміз. Солай толығымен ішкен дұрыс. Сосын мен көбірек іштім, пробиотик кетті, самолечение, дозировка. Ендігісі бауыр. Қандай дәрі ішсеңіз де, қандай тамақ ішсеңіз де, барлығы ішекте сіңеді, бауырға барып, қандай да бір химиялық реакциялар жүреді. Бауырды сақтау керек, өйткені барлық жаңағы нәрсе, барлық химиялық заттар, барлық организмдегі реттеп отыратын химиялық процесстен бәрі сол жерде жүретін болғандықтан, антибиотик қабылдағанда да қандай бір көп мөлшерде дәрілік заттар қабылдап жатқан кезде майлы қорылған тамақтарды тия тұрғаныңыз дұрыс. Майды да жемей тұратыныңыз, ол одан сайын бауырдың жұмысын қиындатады, бауыр шаршайды, бауыр өзіңізге ғана керек. Кейін қалай айтсам болады, бауыр жасушалары қалпына келуі қиынырақтау. Сондықтан ұзақ білесіздер, бауыр ауыратын адамдар тамақты да дұрыс жей алмайды, дұрыс жүре алмайды, ұзақ уақыт емделеді. Сондықтан бауырды сақтаңыздар. Антибиотик қабылдаған кезде майлы қорған тамақ жемеуге тырысыңыздар. Сосын таза өнімді қабылдаған дұрыс. Себебі білесіздер, барлық жерде айтып жатыр, өнімді ұзағырақ сақтау үшін өндірушілер міндетті түрде химиялық заттар қосады, оның ішінде антибиотикте, яғни инфекция түсіп кетпеу үшін де өнімдерге антибиотик қолданады. Жеміс жидек болсын, жаңағы басқа да химиялық заттар қосуы мүмкін деген өнімдердің бәрінен таза өнімді пайдалануға, үйіңіздің, бақшаңыздың, ауылыңыздың өнімдерін қолдануға тырысыңыз. Енді бұл өте қиынырақ қазіргі заманда, енді бірақ сонда да тырысып көріңіз, енді сондай таза өнімдерді жеуге. Бұрынғылар неге ауырмаған, бұрынғылар жүре берген деп айтады, өйткені таза өнімдер ішкен, айранды, сүтті, жаңағы сүт өнімдерін көпшілік жеген. Ол жерде жаңағы лактобактериум, бифидобактериум көп, ол ішекте организмде иммунитетті көтеріп тұрады. Ол арқылы сіздер организмге түскен инфекцияны өзі-ақ антибиотик жеңіп кететін кездер болады. Сондықтан қазір неге жиі ауыра береді? Өйткені таза өнім өте аз. Сондықтан балалар да жиі ауырады. Балалардың көпшілігі біз хотя бы таза өнім жеп өстік қой, қазір енді өте қиындап бара жатыр ғой, барған сайын таза өнімді алу. Сосын салауатты өмір салтын, яғни жаңағы айран болсын, сүт болсын, йогурт болсын қабылдаған дұрыс. Балаларға солай үйреткен дұрыс. Сонда организмде өзінің иммунитеті жақсы қалыптасатын болады. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сосын мен өзімнің жағдайымды айта кетейінші, енді көпшілік айтып жатады ғой, сіз не бересіз балаларыңызға деп. Менің қыздарымны ампицилин мен жаңағы амоксициллин, яғни құрамы амоксициллин мен оспамокс, клавам деген сияқты антибиотиктерді ғана қабылдайды.
одан жоғарғысына барған емеспін, даже сифурацин жаңағы цефалоспориндер группаларына ешқандай барған емеспін. Өйткені ол дәрілер әсер етеді. Антибиотикті көп бермеуге тырысамын, ингалятор алып қойдым, сол үшін жылы суды көбірек беруге тырысамын. Жаңағы жөтелі болса, қақырығы болса, көбінесе сироп, татқарып сироптар беруге тырысамын. Солай ғана емдеймін. Антибиотикті крайний случай бір аптадан асып бара жатыр деген кезде, тіпті мен фармацевт болып тұрсам да врачқа барамын. Енді осы жердегі дәрігерлер де біледі. Мен өзім кейде сефазолин аласың ба деп жатса тоқтатамын. Жоқ, укол салмаймын деп, даже укол салмаймын деймін да. Просто сиропын беремін, кетеді. Кішкене иммунитетін көтеретін қосымша пробиотикті де беремін, басқа қосымша тағамдарды да беремін. Солай өзі күресіп үйрену керек деген секілді айтамын. Олай өздеріңіз де айтсаңыз болады. Енді балаңыздың денсаулығын сіздер ойлауларыңыз керек ең бірінші. Сол, бастысы ауырмаңыздар, балаларыңыз ауырмасын, пайдалы бол деген ойдамын.